Селам алейкум, урметли серджилер. Бу UA TV студияда Украина хаберлері бүгін майысының дорты жұма әртесі күні. Ишғал етілген Қырымда Ақмешжет СИЗОсында тұтылған Исмаил Рамазановның сағлық вазиеті бірден финалашты. Бұны Қырым ақиқатқа адвокат Алексей Ладин білдірді. Оның сөзлеріне көре көветшілерінің мабюсыны шатлық етмеге зорлаштырмаға тырышқанынан соң Рамазановның бүреклері или проблемлер башланды. Адвокатлар Рамазановға екімлеріні ебермеге талап еті. Кремль незаретінде чалышқан Ақмешжет район махкемесі Қырым татарны майысының 18-не қадар апесте қалдырды. Русия ишғалжелері оны экстремист фикерлері дінлер ара нефретні доғырған малюматның тарқатуында қабатлай. ФСБ фикріне көре Рамазанов малюматны санки интернет-радиосы вастасынен тарқатайды. Русия ишғалжелері илхақ етілген Қырымда Белбек учақ аланында екенже учув қону виолағыны құрмақта. Бұны UA-TV телеканалына вақтынже ишғал етілген территорияларының меселелерінден Назир Муавины Юрий Грымчак білдірді. Малюмат космик чықаров ярдымынен ялынған. Яны йолақның ұзынлығы қарарнен 4000 метрны тешкіл етежек. Грымчакның сөзлеріне көре бойлелікнен ишғалжа кемиет илхақ етілген ярымада территориясында Русияның арби болуынуына арттырмаға істей. Чүнке 2014 сенесінден башла Белбек учақ аланы ялыныз Кремльнің арби ава күчлеріне хызмет көстере. Шымды се оанда әкі авиация полкы ерлеше. Украина тышқы ишлер назерлігі Русиядан Украин журналистлері Роман Сущенкове Микола Семенаны азат етмеге талап еті. Бұны Твиттерден назерлікнің матбуат кетібі Марьяна Бетса бүтін дүния матбуат сербеслігі күні мұнасибетінен язған еді. Бұның еле Киев ишғалжи акимияттен вақтынжа ишғал етілген Қырымда Донбаста матбуат васталарына етілген басқыны тоқтатмаға чағара. Русияге қаршы көрсетілген сынарлавларны узаттырмақ ве яны санкцияларына көрсетмек. Бұл Украина милли хавсызлық ве мудафа шурасының қарарыдыр. Олар Кремльнің Минск анлашмаларыны еріне кетірмегеніне ве ақиқатын атешні тоқтатмағанына бағлы дей Украина президенті. Сынарлавларының көрсетілмесі Русия Федерациясының ватандашлары ве ұқуқи шахысларына қаршы көрсетілген АБД санкцияларына бағлы. Олар Бүйік Британияда Москваның химиеви селясының құланывы әмді ишғал етілген Қырымның территориясында қанун су сайлавларының кечірілмесіне бағлы дей Порошенко. Американың да бір әялеті 1932-33 сенелері олған ачылықны Украин халқының геноциды оларақ таныды. Нью-Йоркның Сенаты ве Ассамблеясы умуми қарарнамені қабыл етті. Деп білдіре Америка Бірлешкен Девлетлерінде Украина елчіханесі өз Facebook сайфесінде. Американың 9 әялеті кечкен асыр 30 сенелері башында олған фаджаны Украин халқының геноциды оларақ таныды. Русияге қаршы санкциялар меселесінде Украина өз ғайретінің Бірлешкен Девлетлер еле ұғынлаштыра. Бұны АБД Девлет кетебінің мовин уэсімі чыл Украина президенті еле Курошевде білдірді. Америка дипломатының сөзлеріне көре Америкадан басқа барыштыры миссияның көрсетмек үшін механизмлеріні қыдырмаға азыр. Ве Русия тарафындан жевап адымларына беклей. Бірлешкен Milletler Teşkilatı'nın barıştırıcı missiyalarının teşkil etübü boyunca tecrübesi esasında yanaşularını kıdıramız. Ve Rusiyaga Donbas'ta yapkan hareketlerini ileride pekiştirmege izin verecek şarayetlerini meydanaga getirmege istemeyimiz. Журналист Роман Сущенканы аджеле азат етмек. Бұны Украина Бірлешкен Milletler Teşkilatı'nın хабер меселелері бойынша топлашывында Русиядан талап етті. Де білдіре Украин форумның шахси мұхбері. Бұның әлі Киев ишғал етілген Қырымда матбуат хадимлері ве файлерінің Кремль тарафындан тақыбыны тоқтатмаға талап етті. Украин журналисті Роман Сущенканы Русия құветшелері 2016 сенесі сентябрь 30-ында Москвада тутуп алған еді. Русия телекөсізлік қызметі оны қанунсыз суретті жасуслықта қабатлай. Киевде Украинаның есір етілмесіні тарық қабатлавларны есе уйдырылған деп
адлайлар. Ахтем чийгоз сиясий мобюслернің туғанлары иле ярдымлашув меселелерінден векелетлі олды. Бұны UATV телеканалына Қырым-Татар Милли Меджлесінің рейсі Рифат Чубаров білдірді. Чийгознын вазифелеріне тек Кремль мобюслерінің туғанлары иле дегілді, оларның адвокатлары ненде білдірі шув кіре. Меджлесте қайдетелгені кебі Русия ешғалжелері Қырымда инсан ақлары ве сербестлігіні қаба суретте боза. Оларның имае системасыны деніштір керек. Канунсыз суретте тутуп алынған Қырым-Татар иш адамы Ресуль Велиляев Москвадаки Лефортово СИЗОсына кетірілді. Бұны UATV телеканалына Қырым-Татар Милли Меджлесінің рейсі Рифат Чубаров білдірген еді. Оның сөзлеріне көре махкеме Велиляевге сынырлафт етбараны белгеледі 2 айлық тевқif. Ишғалжы акимиет оның хавсызлық талапларына риает етмеген мақсулатының сатуында қабатлай. Олар дерсін Велиляевның тюкянында тапылған еді. Экспертиза кечірілмеді. Апрелінің 26-сында ишғал етілген ярымаданын ФСБ хадемлері Қарасов базарда Қырым-татарларының евлерінде тінтувлеріні кечірді. Бұндан сон Ресуль Велиляевны ишғал етілген Қырымның тышына алып кеттілер. Ишғал етілген Қырымда канунсыз суретте макюм етілген Володимир Балухны азат етмек. Бұны Русия ишғалжелерінден Америка Бірлешкен Девлетлерінің Девлет департаменті талап еті. Бұны департаментінің ресми темселжісі Хизер Науард білдірді. Қайд еткені кебі Балух наразылықны көстіріп 45 күн давамында ачлық тута. Русияның ос ЕВАС баранда Украин байрағыны асқан. Украина ватандашыны макюм еткені ве оны тиббиет ярдымыны көстермегені қабул олынмас бір шейдір. Адвокат Адам Семедляев UATV телеканалына айтқаны кебі Девлет департаментінің биянаты Гузель бір хабердір. Госдепартамент тяжело проигнорировать. Девлет департаментны назар истибарха алмамақ қиын. Бұл вазиетке тәсір етмек үшін мақсус механизмлері бар. Девлет департаментның бұна диққат айырғанны балық үшін әлбетте ки пек яқшы. Үміт етеміз ки, бірді-бір суретте тәсір етер. Қырым фермачысы Володимир Балухны Русия құветшілері әкебені 16 сенесі декабрь айында канунсызжа тевқif еткен еді. Одерсін арби едеклеріні сақлағанында қабатлана. Бұл сене январь айында Кремль незаретінде чалышқан Ақшейх махкемесі 3,5 еллық ерлешів колониясы үкмені чықарған еді. Балухқа қаршы Санкт-Тақиқат изоляторының реберіне қол көтергені үшін жинайет іші açıldı. Елінің 19 қадар аписте қалажақ. Наразылығыны көстіріп, Украин мартының 19-дан берілі açылық тұта. Балықның адвокатлары ве оқу құруйжыларының айтқаны кебі Украин ватан первері өзме вамы үшін басқылар құрбаны олды. ОБСЕ Русияны телеграмның блоклавы ақындаки қарарны ғайрыдан бақып чықмаға чағырайды. Дейтешкелетінің матбуат васталарының сербеслігі бойынша темселжісі Арлам Дезер. Бүгін Москвада Сахаров жедесінде қарарнен 12 бин инсан топланған еді. Пайтақтаки ички ішлер назарлігінің баш комитетінің матбуат қызметі 7,5 бин ақында білдіре. Апрелінің 13-інде Москваның Таганский районының махкемесі телеграмның блоклавы ақында қарар чыққарды. Мессенджерның анаясада кефил етілген мектеплі шув сырана эсасланып Русия ФСБ векеллеріне қоланыжыларының бейнатларына анақтарыны бермеге разы олмағанындан сон. Урметлі серджелер, бұл сонки хаберіміз еді, дада чоқ хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда көре білесіңіз. UATV елі олына сағлық енқалыныз көрішкенже.